Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі топтамада қарыз жайлы айтатын боламыз. Арнамызбен бірге болыңыз. Егер біреу таршылық көріп сізден қарыз сұрап келсе, мүмкіндігіңізше бергеніңіз жөн. Себебі бір кісінің қажетін өтеумен қатар өзіңіз де шексіз сауапқа кенелесіз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кім бір мұсылманның мұқтаждығын өтесе, Алла оның қажетін өтейді деген. Бұл адамдардың араздығын емес, керісінше достығын, туыстығын күшейтеді. Бүгін қарыз берудің сауабы мен әдептері туралы баяндамақпыз. Қарызды алу және беру туралы әдептерді ұстанбау құрдымға алып барады. Оны кедей араздасқан достар, ренжіскен туыстар, жанжалдасқан көршілер, айғайласқан әріптестердің мысалынан ақ байқауға болады. Тіпті бір-бірінің бетін көрмеуге бел байлап, ат құйрығын кесіскен жандар қаншама. Екі жаққа қатысты әдепті білмеушілік осындай салдарға алып барады. Кей кездері жағдайы барлардың өзі кедейлерді менсінбей қарыз бергісі келмейді. Сұраған адамды сорлы, күнін көре алмай жүр деп кемсітеді. Қарыз бергенді ақшасын шашып, елге жем болып жүр деп өсектейді. Көңілі жібіп беріп жатқандар болса, бердім деп жырлайды, міндетсінеді. Мұның барлығы қарапайым әдептерді білмеуден туындаса керек. Қарыз беруші болатын болса, оның білуге тиіс бірінші әдебіне тоқталайық. Сауабынан үміт ете отырып, жақсы ниетпен беру қажет. Қарыз беруші адам біреудің тіленшігінің алдын алып, ары мен намысын сақтауға жәрдемдеседі. Пендені қиындық пен ауыртпашылықтан құтқарады. Өзінің жанындағылар да осындай сауапты іс жасауға құштарландырады. Ең бастысы бұл Алла тағаланың жақсы көретін амалдарынан. Сол себептен ата-бабаларымыз оған ат үсті қарамаған. Біздің халқымызда біреу қарыз беретін болса, одан өсім талап етпеген. Өкініштісі қазір сондай уақыт болды. Қарызды кісілік үшін сауабын үміт ете отырып беретін. Қарыз беруші ең бірінші сауап үмітінде беруі тиіс. Құранда көркем түрде қарыз беріңдер деген. Мүззамил сүресі 20 аят. Демек қиын қыстау кездері сүрінгенге сүйеу, жығылғанға демеу бола білгенді Алла мұқтаждығынан құтқарады. Қарыз беруші өзгеге жәрдемдесумен қатар өзіне де игілік шақырады. Сондай-ақ игілікті ықыласпен жасаған орынды. Ықылас дегеніміз бір істе Алланың разылығынан басқаны көздемеу. Қарыз бергеннің садақа бергеннен сауабы жоғары тұрады. Себебі ол мұқтаж адам. Қажетін өтеу үлкен сауап болып есептеледі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім 2 рет күміспен қарыз берсе, ол 1 рет садақа бергенмен тең болады деген. Қарыз берушінің білуге тиіс екінші әдебі қарыз бергені үшін міндетсінбеу қажет. Мал дүниелерін Алла жолында жұмсап, кейін бергендерін міндетсіну және реніш араластырмайтындардың сыйы олардың Раббысында. Оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды. Бақара сүресі 262 аят. Жақсылықты жасырын жасап алып, соңынан міндетсіну ең жиіркенішті істерден. Бұлай сауап жинаймын деу бос әурешілік, орны толмас өкінішке ұрындыратын жағдай. Бұл туралы Құранда: «Ей иманға келтіргендер, мал дүниесін адамдарға рия, яғни көрсету үшін жұмсап, Аллаға және ақирет күніне сенбейтін біреу секілді садақаларыңды міндетсіну әрі ренжіту арқылы зая кетірмеңдер. Олай еткеннің мысалы үстін топырақ жапқан жылтыр тасқа ұқсайды. Сонда қатты жаңбыр жауып, оны жылтыр күйінде қалдырады.
олар істеген ісінен ешбір пайда ала алмайды делінген. Бақара сүресі 264 аят. Адамдарға көрсету үшін істеген амалдары бұл дүниеде адамдарға көрінгенімен жаңбыр шайып кеткен топырақ секілді ақыретте жойылып кетеді деген екен атақты тәпсірші Ибн Қасир. Байып кетсең байлыққа көп құнықпа, жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты Алланың өзі беріп өзі аларын ұмытпа деп ақындарымыз жырлағандай, бізге келген кез келген ризық Алладан. Алланың шексіз беруші деген есімі бар. Егер қаламаса қарыз беруге шамамыз келмес еді. Бізде болмаса өзгелер қарыз бер демес еді. Сол үшін міндетсінбеу тек Аллаға ғана жасаратын нәрсе. Қарыз беруші ескеруі тиіс. Үшінші әдеп, ол қарызын беруді талап еткенде барынша әдепті әрі жұмсақ болу қажет. Егер адам уақытылы қайтара алмай жатса, оған сабыр сақтау керек. Кей адамдар қашан бересің деп ананың табалдырығын тоздырып жібереді. Сауабын үміт етіп беру керек. Иә, табалдырығын тоздырғаны былай тұрсын, телефонға маза бермейтіндер бар. Әрине, оның өзіне тиесілі дүниесін сұрауында еш ағаттық жоқ. Мәселе өзгенің көңіліне тимей жанашырлық танытуда. Бассап айқайлап, бассап ұрыспай, көркем әдеппен талап ету адамгершіліктің белгісі. Бұл адамдардың арасындағы дұшпандық пен жек көрушіліктің алдын алады. Сол үшін Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын көптеген хадистерінде жұмсақтық, кеңдік туралы баяндаған. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сатып алып сатқан кезде және қарызды беріп қарызды алған кезде жұмсақ болған адамды Алла жаннатқа кіргізсін деген. Ахмад ибн Мәжан Насай. Қарыз берушінің білуге тиіс төртінші әдебіне тоқталатын болсақ, келіскен мерзімінде қарызын қайтара алмай қалғанға қосымша уақыт беру. Яғни, борышты адам қайтара алмай жатса, оған кешіріммен қарап уақытын ұзарту. Кім-кім қарыздар кісі қиын жағдайда болса, онда жеңілдегенше күту керек. Ал садақа етулерің егер білсеңдер өздерің үшін қайырлы. Бақара сүресі 280 аят. Қарыздар адам қиын жағдайда болып, оны өтеуге шамасы жетпесе, қарыз берген кісі оған қосымша уақыт ұсынғаны абзал. Ал егер қарыз беруші оның бір бөлігін не бәрін кешіріп жіберсе, онда ол өзінің игілігі үшін істеген болады. Қарызды кешіктіргенге сабыр ету, көркем мінезден және мейірімге жатады. Алла қайтарылатын бір күннен қорқыңдар. Сонда әрбір жанға істегені толық беріледі, әрі оларға әділетсіздік етілмейді. Бақара сүресі 280 аят. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қиямет күнінің қайғысынан құтылғысы келген адам қарыз алушының қарызын жеңілдетсін, немесе оны кешіріп жіберсін деген. Муслим. Қарыз берушінің білуге тиіс бесінші әдебі, шамасы жетсе қарызын кешіріп жіберу. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұрындары адамдарға әрдайым қарыз беріп жүрген бір саудагер болыпты. Қарызын қайтаруға шамасы жетпегендерді көрсе қызметкерлеріне оған тимеңдер, мүмкін Алла бізді кешірер депті. Алла сол іс үшін оны кешіреді деген екен, яғни біреуге кеңшілік жасаған адам үлкен сауаптардан үміт ете алады деген сөз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кім өзіне қарыздар адамға жеңілдік көрсетсе, немесе кешіріп жіберсе, ол қиямет күні аршының көлеңкесінде болады деген. Ахмад. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кім бір мүміннің бұл дүниедегі қиындығын жеңілдетсе, Алла оған қиямет күнінің қиындықтарының бірін жеңілдетеді.
Кім қарызға батқан адамға жеңілдік жасаса, Алла оған дүние мен ақыретте жеңілдік жасайды деген екен. Қарыз берушінің білуге тиіс 6-шы әдебі – қарызды қайтарудың уақыты келмей, оны мазаламау. Бұл әдепті білмеушілік жүректе дүние қоңыздықты тудыруы ықтимал, және осы нәрсе адамдар арасында мейірімінің азайып, алауыздықтың күшеюіне алып барады. Қарызды тек мұқтаж адам ғана алады. Бір жақсылық істеген адамға Алла 10 сауап береді. Сауап үшін беру әрі оның мазасын ала бермеу керек. Мүмкін болса кешіру және оған дөрекі қарым-қатынас жасамауы керек. Қарыз берушінің осындай әдептері бар. Көршінің хақысын орындап, халін сұрап бармайтын адамның қарызын тезірек қайтаруын талап етіп, қылқылдай беруі есті адамға жараспайтын дүние. Қарыз берушінің білуге тиіс 7-ші әдебі – қарыз сұраушы адамның ақшаны қайда жұмсайтынын білу. Бір-біріңе игілікте әрі тақуалықта жәрдемдесіңдер, күнәда және дұшпандықта жәрдемдеспеңдер. Алладан қорқып сақтаныңдар. Ақиқатында Алла қатты азап иесі. Маида сүресі 2-ші аят. Қарызды беруші адам сұраушының оны не нәрсеге жарататынын біліп алғаны абзал. Себебі берген халал ақшасы харамға жұмсалатын болса, тағы да сауаптан мақрұм қалады. Онымен қоймай күнә арқалауы мүмкін. Хадисте егер кім ұрланған зат екенін біле тұрып сатып алса, соның күнәсіне серік болады деген екен. Қарыз бергеннен кейін оның үстіне ақша қосып қайтаруын талап ету, немесе кесілген мерзімде қарыз қайтпаған жағдайда осылай талап қою шариғат құптамаған амалдардан болып саналады. Себебі Алла Құранда сауданы адал, өсімді арам деген. Адам байлығынан сұралады. Байлықта сынақ үшін қарыз беріп жатқан уақытта мақсаты мен жоспарын көріп, көзі жеткен соң барып беруі керек. Әрине. Қарыз берушінің білуге тиіс 8-ші әдебі – қарыз берерде оның мөлшерін қағазға жазып қою, немесе куәлік тартып құжатпен бекіту. Қарыздың көлемін міндетті түрде жазу керек. Яғни, қарызды алушы мен беруші бір-біріне қолхат беріп кепілдендіруі қажет. Бұл жайлы Құранда: «Ей иман келтіргендер, егер бір-біріңе белгілі бір мерзімге дейін қарыз берсеңдер, оны жазыңдар. Бір хатшы сендердің араларыңда әділдікпен жазсын, және қарыз кіші не үлкен болса да, оны мерзімнен қоса жазудан ерінбеңдер. Осылай ету Алланың алдында әділдірек, әрі куәлік тұрғысынан да туралыққа және күмәнданбауларыңа көбірек жақын». Бақара сүресі 282-ші аят. Қарызды жазудың пайдасы: біріншіден, Алланың бұйрығын орындау болса, екіншіден, жауапкершілікті күшейту. Қарызды алған уақытта оны жазып қою, немесе куәлар шақыру. Уақыт өткен соң алыс-беріс қалған адамдар арасында түсінбеушілікке жол бермейді. Ақшаңыз бола тұра қатты мұқтаж адамға қарыз бермеу сараңдық. Мұны басқа нәрсемен ақтауға келмейді. Ең жақсы қарыз туралы Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сауынды ешкіні мұқтаж адамға беру деген екен. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп, дамуын қолдап отырыңыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.